ең алғашқы программалық кодты жазу үшін PyCharm бағдарламасын ашайық. Осы парақшада New Project батырмасын басуымыз керек. Проектті бастау үшін біріншіден атын берейік және сақталу орнын көрсетейік. Келесі бізде Python интерпретаторы деген бар. Яғни бұл Python проектісі Python тілінің қандай интерпретаторын қолданатынын көрсетуіміз керек. Мәселен, осында менің компьютерімде орнатылған Python 3.10 интерпретатор көрсетілген. Сіздерде басқа нұсқасы болуы мүмкін. Содан кейін барып, Create батырмасын басу арқылы жаңа проектіні ашамыз. Міне менде бағдарлама ашылды. Енді осы жерге біз Python скриптін болмаса Python кодын жазуға мүмкіндік аламыз.